Сәлеметсіңдер ме балалар? 6-шы сабақ дауысты және дауыссыз дыбыстармен танысатын боламыз. Ең алдымен каналға жазылуды ұмытпа. Дауысты және дауыссыз дыбыстар, жалпы дыбыстар екіге бөлінеді. Дауысты және дауыссыз. Дауысты дыбыстарды біз қызыл түспен белгілейміз, яғни қызыл түсті әріптер, олар дауысты дыбыстар. Ал дауыссыз дыбыстарды біз көк түспен белгілейміз. Балалар, сендер әліппе сабағынан бастап дыбыстарды екіге бөлінетін және қандай әріптердің қандай дыбысқа жататынын үйрендіңдер. Сонда да бір еске түсіріп қайталап көрейік. Дауысты дыбыстар а, ә, е, о, ө, о, ү, а, и және у әріпі кейде дауысты, кейде дауыссыз болып екі дыбысқа да жатады екен. Ал дауыссыз дыбыстар б, в, г, ғ, д, ж, з, и, к, қ, л, м, н, ң, п, р, с, т, ф, х, қ, ц, ч, ш, ч. Осы дыбыстар дауыссыз дыбыстарға жатады екен балалар. Жақсы, есімізге түсіріп алсақ, сабағымызды жалғастырайық. Бірінші жаттығу: мәтінді оқы. Соқпақ. Әкесі мен баласы мектепке келе жатты. Қар аппақ. Бала анадай жердегі қалың қарға қарай жүрді. Жолдан шығып, қалың қарды бекер омбыладың-ау, деді әкесі. Түстен кейін әкесі мектепке тағы келді. Қайтар жолда бала өзінің ізін іздеді. Ізі жоқ. Өйткені бала жүрген жолмен біраз адам жүріпті. Соқпақ жасалыпты. Бұны байқаған әкесі баласына сүйсіне қарады. Балалар, сонымен мәтін не туралы екен? Мәтін жол туралы екен. Бала не істеді? Бала қардың үстімен жүріп, басқа адамдарға да жол салып, яғни басқа адамдарға да көмегін тигізіп жол салып кетті. Соның артынан басқа адамдар да жүрді. Бала жүрген іздің басқаларға пайдасы тиді ме? Әрине тиді. Сол бала жүрген жолмен біраз адам жүріп, соқпақ жол жасалыпты. Келесі сұрақ: мектеп, бала сөздеріндегі дауысты, дауыссыз дыбыстарды ата дейді. Мектеп сөзінде м дауыссыз, е дауысты, к дауыссыз, т дауыссыз, е дауысты, п дауыссыз екен. Бала сөзін балалар өздерің дыбыстық талдау жасаңдар. Келесі тапсырма: екінші жаттығу: жаңылтпашты көркем жаз. Қар аппақ, дала аппақ, бәрі аппақ. Көркем жазамыз. Үшінші жаттығу: сурет бойынша мәтін құра. Арман мен Інжу далаға шықты. Олар қардан аққала жасады. Шаңғымен сырғанап ойнады. Біраз ойнағаннан кейін олар үйлеріне қайтты. Сау болыңдар балалар, каналға жазылуды ұмытпаңдар.